Сәлем достар, бізде бүгін өте маңызды тақырып бұл мүшеқап жайында бастағым келіп тұр. Себебі кеше де сұрақ келген да, бір қыздарға барсам танымайтын да, мүшеқапты қолданбасам қаншалықты қауіпті. Ең біріншіден, бұл инфекция берілуі мүмкін. Көптеген сұрақтар: менің мүшемде, жыныс мүшемде бірдеме шықты, ауырады, қышиды, сасиды. Бұл сұрақтар қыздардан да жігіттерден де келе береді. Бұл бәрі көбінесе инфекцияның белгісі, және де оны емдену үшін сіз гинеколог, уролог, андролог маманына барып, тек қана сол жерде ғана, сол дәрігерлермен ғана ем аласыз. Үй жағдайында оны ешқалай емдей алмайсыз. Бұл инфекцияның түрі. Оны уақытында емдемесеңіз, бұл бедеулікке әкеледі. Яғни сіз болашақта бала туа алмайсыз. Жігіттерде де, әйелдерде балалы бола алмайды. Сол үшін инфекцияны өз уақытында емдену керек. Бұны біріншісі да. Енді екіншісі, жыныстық қарым-қатынас кезінде, сіз білмейтін, танымайтын кісімен да, даже сіз оны білсеңіз да, қаншалықты сіз білмейсіз ғой оның кіммен жатқанын да, ВИЧ ауру болуы мүмкін. Бұл да жыныстық қарым-қатынастан берілетін ауру да, оны көбісі білмейді да. Сол үшін, бірақ та ВИЧ-тің ауруы басқа инфекцияға қарағанда емдемейді да. Бұл дүниежүзілік ауру болып саналады. Өкінішке орай жоқ, бірақ емі жоқ, бірақ та бір қалыпта ұстау үшін өз уақытында емдену керек, өз деңгейде да сақтау үшін. Егер де бұны емдемесеңіз, бұл СПИДке әкеледі, және СПИД ол өкінішке орай өлімге де әкеледі. Сол үшін біздің өзіміздің парызымыз өз уақытында анализ тапсырып, тексерілу, докторларға барып, сол үлес қосу, бұл өте маңызды. Бүгін мен бастайын деп едім, бұл осындай ВИЧ тест әкелген маған, да, Ora Quick деген. Бұл официальный дистрибьютор Rogers Pharma деген. Бұның несі жақсы? Бұл аптекаларда сатылады. Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Қызылорда қаласында қазір аптекаларда сатылымда бар. Бұны сіз аптека сатып алып, үй жағдайында тексере аласыз да. Анонимді түрде өзіңіз ешқандай қан ештеңе тапсырудың керегі жоқ. Және өзіңіз білесіз, сіз қаншалықты сіз ВИЧ сізде көрсетілім қандай бар ма жоқ па да. Бұл шыны керек қорқынышты. Мен соңғы рет оны қашан тексерген? Малайзияға кеткенге дейін олардың документтері обязательно ВИЧ тапсыру керек болған. Сол кезде мен тапсырғанмын, қан тапсырғанмын. Бүгін бізде мұнандай упаковка. Сол мен қазір сізбен бірге осы тестті жасап көрейін. Әркімге я призываю да, міндетті түрде тексеріліңіз. Өз уақытында тексерілу керек. Оны ешқандай ұялудың, қашуының керек емес. Бұл сіздің денсаулығыңыз, сіздің өміріңіз. Ал енді бастайық. Осындай тест ВОЗ, ЮНИСЕФ халықаралық организациялармен ұсынған, қолдау берген. Сол үшін мына жерде қазір бірге соны қорқытпай көрейік. Мен біреуін аштым. Қараңыз, мына жерде мынандай су. Мынандай қоятын пластмасса, бүйтіп қоятын да. Бүйтіп қоятын. И мынандай өзімен өзі тестер. Қазір мен сізбен бірге жасайын. Так, қойып қояйын. Так, мына жерде сразу параллельно қарап тұрмын. Так, мынаны біз аламыз колпачокты. Бисмилля. Все. Бисмилля. Аштым. Мына жерге қойып қоям. Көрініп тұр да? Міне, бүйтіп қойып қойдым. Бисмилля. Так, жерім. Енді бір рет полностью десна ердің астына бір рет былай үстінен и астынан жасайсыз. Қазір мен бастаймын. Бисмилля. Міне, бір рет жасадым. Енді мынаған қойып қоямыз 20 минутқа. Все. 20 минут кетті. 20 минут өткен соң
результатын қараймыз. 20 минут өтті. Міне мына жерде менде бір полоска, значит менде ВИЧ жоқ деген сөз. Екі полоска болса ВИЧ бар деген сөз. Бүкіл заттарды мен қайтадан осы пакетке салдым, мусорға тастай салам. Және де айтатын кеңесім, сізде ВИЧ положительный болса, яғни екі сызықша болса, онда спид-центрге көріну керек, және де керекті емді алу керек. Оны сіз қорықпаңыз, ұялмаңыз. Бұл сіздің денсаулығыңыз, қолға алыңыз, және де міндетті түрде емделіңіз. Рахмет.